баяғыда мақта қыз өмір сүріпті. Мақта қыз, ақ мамықтай аппақ қыз, күліп жүріп ән айтады, жап-жақсы бір таза қыз. Мен жинап жүрген кезде бір мезді тауып алды, қуанып ап мысықты шақырды, келші бірге жейік деді. Мысық келмей қойды, бірақ мақта қыз күтті біраз, келмесең келме деп алып мейізді жеп қойды жалғыз. Мақта қыз ренжіп қалды бұл жолы, досын күтіп отырса да жалғыз қалды сол күннен. Біраздан соң мысық келді, неге шақырдың деді. Мақта қызым демей қалды, сырын оған бермеді. Мысық айтты ашуланып, қатығыңды төгем деп. Мақта қыз айтты батыл, құйрығыңды кесем деп. Ой, болды текеуі ренжісті, қатық төгілді жерде, құйрық кесілді тіпті. Енді не болады екен? Ой, өкінішті. Ары қарай не боларын білгің келсе, Балақай каналына тіркеліп қой.